Wow, қай жер? English дейді. Басып көрейікші. Вау. Біз бір блоктамыз. Достар, мынау не? Құдайым-ау. Достар, біз бір блокта өмір сүреміз. Яғни біз бір блок деген проектті бастадық. Нуб өмірі деген проект енді бітті. Енді шығып қалуы да мүмкін. Бізде нан пайда болды. Достар, біз енді бір блокта дамитын боламыз, сондықтан каналға жазылып, лайк басып отырыңыздар. Бізде әзірге осындай желілер керек болады. Сондықтан осыларды... Вау. Уже бізде ағаштар пайда болды. Достар, біз жерімізді осылай үлкейтудеміз, сондықтан бізге құлап қалмау керек. Заттармен құлап қалсаң, бізге заттар керек болады, сондықтан біз ешқандай затты құртуға атсалыспаймыз. Так, былай жасап қояйық. Былай өзімізге қаратып қоямыз. Так, осы жерден сындырып ала береміз. Қысқасы достар, каналға жазылып, лайк басып, бізді қолдап отырыңыздар. Алдағы уақытта осы one блокты дамытатын боламыз 100 күн бойы. Бірақ енді қанша серияға дейін баратын білмеймін, сондықтан каналға тіркеліп отырыңыздар. Шыққан кезде ең бірінші болып сіз көресіз. Достар, бізде мына жерде мынандай блок шықты. Оны бізде сындыратын кирка жоқ. Әрине киркаға көп зат керек, сондықтан бізде әлі киркаға жасауға уақыт жоқ. Бізге қазір тек даму керек, ресурстар жинау керек. Сондықтан біз тек бұндайларға әлі мән бермейміз. Міне достар, бізде уже жерді үлкейтудеміз. Бізге жердің үлкейгені, бізге вообще кайф, это же кайф жердің үлкейгені. Енді жер үлкейген кезде біз қуанамыз, өткені біз әлі көп дамимыз, сондықтан қайсы жер еді? Бізге көп жер жасап алу керек. Қазір ешқандай жерді мұқиятынан жасаймыз. Бізде уже бірінші малымыз табылды. Енді мына жерге біз олай қоя салайық. Мынаны бізге керек емес. Бұлар керек болады, сондықтан бұларды жоғалтып алмауымыз керек. Біз қазір өліп қалып жатсақ, енді сол кезде керек болып қалады. Ағаштарды тұра берсін. Бұлай қоямыз, короче. Бұл негізі one блок деген, бір блок деген өте қызық не? Менің ойымша. Мынандай уже көп шығып кетті. Бізге осындайға көп сындыру керек жерлерді. Достар, каналға жазылып, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Өтініш, бізді осы аптада өтініш 200 подписчик ескізек, осы апта емес, осы айда, яғни Рамазан айында. Так, бізде мынандай жазулар шығып жатыр. Нан сындыру бізге невозможно, өткен бұған бізде кирка жоқ. Міне бізде уже тағы да екінші неміз шықты, бірақ анау екінші жанаяқтар екен, оларды құлап кетпеуіне біз қадағалап тұруымыз керек. Бұлар құлап кетсе, бізде өмір жоқ. Бұлар арқылы біз дамымыз. Мынаны қойып қояйық. Құлап кетірмей, бізге осындай жерлерді пайдалы жақтан қолдану керек болып тұр ғой бізге. Ондай әшейін затқа құртай лақтырып тастамау керек болып тұр ғой. Ойбой. Осындай кездерде керек болады. Біз қазір тек ресурс табумен және жерді сындырумен ғана айналысамыз, жерімізді дамытуға. Қазір зомби, ойбай, біреу ұстап кетті ғой бізді. Мынаған қосылған бола, біз жер үлкейтеміз, короче. Так, осылай, негізі мен Майнкрафтты 2018-ден бері ойнаймын.
2019-2018 бірақ көп ойнамай кеттік. Екінші немізде құлап кетті ма? Жоқ тұр екен. Бұлардан біз бір бөле жасай аламыз, бірақ не жасай аламыз? Бізде уже алғашқы сиырымыз шықты. Жаңа шошқалар керек емес, о шошқалығын жасап қояды. Мына ағаштар тұра берсін, егіліп, бізге олар керек, обязательно керек. Міне бізде жеммен қоса сиырдың өзі де шықты. Бұл бізді қуантатын жағдай, сондықтан осындай малдар көп шыға берсін, бірақ енді жерді үлкейтіп алғаннан кейін әрине. Біз мына ағаштарды қосып қоя салайық, біз әлі жер жасамаймыз. Бізге әлі верстак жасау керек. Сондықтан бізге бұл әлі қатты қажет емес. Бізде әзірге қазір асқабақ қана шығып жатыр көбінесе. Бізде қызыл сиыр. Так. Ашыла ма ол кезде? Ашылмай қалады екен. Сондықтан бұны біз былай істейміз. Олар бізге кедергі келтірмеу үшін тек барлығын мына жаққа жинап тастау керек қой бізге. Олар былайша тұра берсін әзірге осылай. Бұлар бізге кедергі келтіріп қалады кейбір кезде, ағатты сындыратын кезде, өйткені one блокта бұлар қатты кедергі келтіреді. Так, бізде уже көп ағаштар шықты. Бізде міне уже сиырлар шықты. Көп, жаңа 2 сиыр шықты. Короче, мыналар енді кедергі келтіреді. Мына жақты сындырып тастап, мына жаққа 2 ағаш ектім, ана жақта 1 ағаш, мына жақта 1 ағаш. Бұлар енді бізге құлап тастау керек әзірге. Бізге бұлар керек емес, көрдіңіздер ме, зияны тиіп жатыр. Біртіндеп. Кетіңдерші, бар ойбай, өзім құлап кетіп жүрмеймін. Кетті біреу. Қызыл сиыр бізге керек емес, сонда қызыл сиырды итеріп жүргенде керек. Кетей бар. Кет бар. Бұл осылар жетеді бізге. Бізге көп заттар шығып кетті. Қазір бізге мал керек болған кезде бұлар аса қатты керек емес, сондықтан мал и так шыға береді. Зомби да шығатын шығар, енді шығады ғой, ол обязательно. Оған дайын болып отыруымыз қажет, сол кезде біз зомбиді өлтіре аламыз. Бірақ заттарым жоқ болып кететініне менің қаным ішіп отыр. Сондықтан бізге барынша сақ болу керек қой, короче. Достар, каналда біраздан бері видео шықпай кетті, себебі бізде каналда біліп тұрғандарыңыздай аудитория өте аз, 130 подписчик. Бірақ ол да нормально. Бірақ бізге әлі бұны көбейту керек. Достар, бізде уже біраз жат шығып кетті. Баса берсең шыға бересің. Бұларда қысқасы мынандай ағаштар да көбейіп кетті. Бұлардың екпей қояқ, қалғанның екту конкретно қиын ғой бұл. Ағаш болып жүресің, мыналар да керек болып жүрмін. Не қайтадан осылай. Бұлар тұра берсін, керек болады. Ондай 10 ағаш шықты уже конкретно ше, достар. Жаңағыдай ағаштан. Мынаны жан-жағын үлкейту керек бізге. Достар, уже бізде түн батып кетті. Конкретно до конца батып кетті ғой. Енді бізде зомби шықпасын деп отырық, тілеп отырық солай. Зомби шықса бізге опасный. Сондықтан зомби әзірге шықпай қойсын деп отырмыз. Жайымыз бар. Бізде зомбидан қашып жүріп өлтіруге варианттар көп. Былай енді бізде әлі бірінші уровеньміз, сондықтан зомбидің шықпауы бізде әлі екіталай. Сондықтан зомби шықпайды деп үміттенеміз. Бізге тауықтар шықты. Тауықтарды біз дәндермен сөйлетіндіре алатын сияқтымыз. Мен солай ойлаймын. Жердің көп шыққаны керек. Өйткені мен ойлаған кезде алдыңғы жылдары бізге жер жетпей қалған болатын. Малдар қан тышты ғой. Жер жетпей қалған кезде бізде
Oyununa koyduğu civanette kaç gitti. Herkesin var. Civana kaçmanın. Minecraft'ta bir sürü normal gitti adamın. Oğlanların memleket ne şey bana tabii ki ama da paşamakta. Ama millet öyle şarkılar ne? Benim kandı eş var. Bizde olur. Ve yeni taraf halklar çağırıp yine kandı eş yazıyordu. Konkretne gegen videonun kandı eş. Ama arkadaşlarımız kandı diye abzorlar. Biz avratатын болсақ үлкейтетін болған кезде себебі керек болады. Бізге енді мынаны үлкейту керек. Жоқ, мына жақты үлкейту керек. Потом барып ана жақтарды үлкейте береміз. Мына жақта ағаш егілген, сондықтан бұларды үлкейтуіміз қажет. Міне осылай. Ой. Қысқасы әдемі біздің ламблогымыз күшті болып жатыр. Ағаштар өспейтін секілді әзір ағаштарды өзімізбен бірге алып алсақ. Өйткені ағаштардың үстінен олар қаншып мініп алып жатырған секілді емес. Сондай болған келетін. Ағаштың үстіне мініп алып өсірмейді бұлар. Бұларға малбор жасап беру керек. Бізде неяқты күн бар ашуы болады екен күнді. Бәсе қараңғыда қиналып кеттік қой. Міне жап-жақта сіздерге де көзіңізге ыңғайлы әдемі болады. Енді бізге жердің көп шыққаны керек. Ағаш әзір керек емес, по-любому шығады. Біз әлі фейс бірдеміз. Бізден мынандай көбейіп жатыр екен. Блок сұратыс деген. Сол көбейе сайын уровень көтеріле ме, сондай бір бәле әйтеуір. Ойнап көрген адамдар болса, айтып кетіңіздер. Ойбай. Вау, бұл өте қуанышты жағдай десек болады. Бұлар бізге үй салған кезде міндетті түрде қажет болады. Достар, мен қатты выживание етуді білмеймін. Өйткені выживание менің қанымда емес секілді, себебі выживание маған қатты ұнамайды. Рас, выживание маған қатты ұнай қоймайды. Неге десеңіздер, өйткені мен выживаниені көп ойнамайын, айттым ғой. Выживаниеде даму өте қиын ғой, достар. Осындай ресурстар барлығы бір жерде тұрса, жоқ өмірдің кайфы ғой, былай қарап тұрсаң. Бүкіл ресурс дәл алдыңда тұр. Сен оны жай ғана қолдана білсең болды. Кайф қой, это же кайф. Адамның да өзіңнің де кайфыңды біліп алу керек қой бұл жерде. Бүйтесің ғаналар өтіп кетпеу үшін ше. Тыңырсы әдейі осы жерден келіп өтіп жатыр ғой. Тесік бар екен біліп ше. Болсын дейсің ғой. Төбесін сындырасың да. Оқ бұна. Сындырасың да бұлап қоясың осыған. Неге болып кетеді ғой бұландай қылып ше. Бұларды бұлап қоясың. Бұл қазір бізге тауықтарды емес енді нелерді сиыр дегендерді көмектеді. Комментарий ашық болса оны көреміз. Ойын қандай істеді ғой. Болды. Аллар енді бір блоктан өте алмайды. Құрып кетеді. Солай. Яқтан ғана өтетін не қыламыз оған кіретіні. Ығдар шығып келмейтін болады ғой. Біз әлі бірінші ойып екенбіз, не жазылып тұр екен. Ойбай, жет сындырып құлап кетіп жүрмейді маған.
Так, достар, бізде 139 мынаумен 140 болады. Жер уже бізде 12 болып кетті. 12 жер. Қой шықты. Алғашқы қой ғой мынау. Қойды өлтіріп алмау керек. Анау шошқа дегендер өле берсін маған десе. Шошқа деген харам ғой, білесіздер өздеріңіз. Аниха барыңдаршы, бүтігітіктің балдары. Алларды еш көбейіп отқаның қарашы. Тағы бір сиыр шықты. Бұлар шай берді ғой, әлде әдейі шыға ма, білмедім енді. Уровеньді көтерілмей қойды ғой, шамалы заттар шықсын деп. Бізде алғашқы керек зат шықты. Алғашқы емес, жалпы керек қой бұл да. Аяққа кетіндеші барлықта. Барлықтан қамап тастайын не қағар. Кет. Тауықтан басып кетіндер бар. Оны құрып кет бар онда. Аяққа шық бар. Шық бар яғни. Шық бар. Шығай бар. Шық бар. Шық. Маған барлығы келді ғой. Шық бар. Кір. Не алғашқы мал қойыңыз деп бер. Достар, біз не істедік, достар? Ё-майо. Кетіндер бар, бәше бір. Достар, мынау біздің алғашқы тағамдарымызбен кетуіміз болды. Кіретін. Таңғарсаңдар, достар, 2 сиыр шықты. Одан да қызыл сиырға кит бар. Қанды шығып отыр ғой, олар қан көретін ше. Айттым ғой, видеоның басында айттым, бұлар қан ішеді деп. Қан шығып қалғандар ғой, қанды ішіп қалғандар ғой. Біздің әдейін үшеу болды. Енді кетейік. Біз тағамдарымыз астық қорымызды құртқан бұлар. Осында қиындықтар болатын білем, базар жоқ. Кете берсе, құлап кетші. Оңбағандар немен. Құран қағар. Көтейсіз жүр. Жануар дегенде қалмыпты ғой. Кет бар онда болсын. Бәрін қалып кетіңдеші бір. Қанды іштіңдер ғой. Достар, конкретно қанды ішпегені сіздерге де білініп жатыр. Жоғында дұрыс емес қой, олардікі деше бір. Бұларға не дейсің енді? Майнкрафттың өзінің заңы шығар. Бізде қоршау жасапсаймыз, осы негізін андайларда не жасалады екен? Асты жасалады. Мен бұларды неге құртып жатсам? Достар, енді бізді бір блок өте қызықты өтуде. Бірақ барлық жануарымыз құлап кетті ғой, конкретно. Олар өздері де көп. Аяқты құлап, бәсіне екеу атыр десем қайта. Бірақ бізге әлі жануар керек емес секілді, сондықтан жануардың бізге керегі жоқ деп есептеймін өз басым. Енді көбейсе жақсы болады ғой. Қызылшалар шықты бізге. Жақсы заттар шығып жатыр. Құлап кетпей тұрғанда бұларды да жасалайық. Бір сундук жасап қояйық. Сундук көбейген сайын заттар да көбейе түседі. Қызылшаларды бұлай қоя салайық. Міне бізде секілдерді қойып қоясың. Бұлар керек. Бұлар керек емес. Бұлар әзірге керек емес. Бұлар керек емес. Керек қой енді, бірақ әзір керек емес. Достар, бізде уже неше блок болды? 200 блок болды. Примерно бізде 1000-ға дейін апарып, 1000-нан кейін уже екінші уровеньді қосатын секілді. Ойбай, денемнің барлығы ауырып кетті, достар. Күшті зат берсе, қазір көреміз.
Достар, бізде алғашқы қардың жауғаны болып тұр ғой мынау. Бая күшті кетті осы. Астында да жануар шықпаса болу керек. Бүйтесің ғой. Ой. Асықтарды тамақ, яғни тамақ суларды не қайғыртасың ғой. Өйткені барлығын бір бағыстырып тастасаң, ол саған керек емес болып қалатын секілді. Қызылша болды. Мынау біз жартысын өзімізге алып аламыз. Сундықпен сундықты қоспау керек. Өйткені бізге сундықпен сундықты қосқан тиімсіз. Өйткені әр сундықта өзіне керек заттар болады. Міне осылай мыналарды сындырып алсақ, бұлар да бізде егіндердің біреуі. Достар, біз заттарды әрқайсысын әр сундыққа ұйымдастырайын деп отырмық. Өйткені әр сундықтың өзіне тән заттары болу керек менің ойымша. Мына сундықты жерге қарай түсіреміз. Өйткені бізде қазір жануарлар жоқ. Әзірге мына жерге бір сундық қоямыз енді. Міне достар, біз уже осылайдан қойып шықтық. Мақта бізде астық қоры тұр. Біз ресурстарымызды қоямыз. Өзіміздің керек үй салуға деген бұл егіндер оған тиіспейміз. Бізде керек ресурстарды ғана қоямыз. Жоқ, керек емес. Мынау бізде ресурсына керек, бұлай тұра берсін. Бұл егінге қатысы бар екен. Жаңа байқадық, егінге қатысы бар екенін. Біз мынаны алып берсек, уже жасау керек секілді. Мыналарды уже егін жасайтындай қылып тастайық. 52 егін шықты. Мынаны уже осылай жасап тастаймыз. Ал енді бізге уже верстак жасау керек. Верстакқа бізде қалай жасайтын еді, ұмытып қалдым ғой. Мынандай жасау керек болсын. Сосын барып верстак жасалады. Верстакты осылай қоямыз. Сосын бізге сундук жасау керек дейді. Сундукқа біз құрылар керек. Мына барлығын осылай палчиклер жасап тастаймыз. Палчиклерден мынаны жасалады екен. Палчики нормально тұр. Палчикеге тиісудің қажеті жоқ. Палчики бізде ресурс көзі. Сондықтан бұны осылай қоямыз. Бізде мал шаруашылығына қатысты бұларды осылай қоямыз. Өйткені бұлар бізге керек, өте қажетті деген заттардың бірі. Ал мына жақта бізде мүлде қажетті, өте қажетті заттар тұрады. Ал мына жақта бізде егін шаруашылығына қажетті заттар тұрады. Егін. Ал мынау бізде егін емес. Бірақ ағаштар егінге жатады. Мына гүлдерді сәндік үшін жасақта тұрады. Ал мына жақта мына заттан не жасалады екен? Мына заттан ештеңе жасалмайтын секілді. Тіпті мүлде. Бұл керек емес заттар мына жақта тұра берсін. Ал бізге қазір жеріміздің көлемін үлкейту керек. Бізде сол мақсат. Жануарлар шыққанда да қырылып қалып жатыр. Сондықтан жануарлардың жерін үлкейту керек. Главное, бізге мешать етпесе болды ғой. Енді достар, біз мынаны сындырамыз. Уже біз өзімізге шамалы болсын. Өзімізді ретке келтіріп алдық. Сондықтан жақсы жағдайда жұмыс істеп жатырмыз.
Міне алғашқы қой осы, енді бізге мешет етпеу керек. Енді ағаштардың шыққаны керек. Өткенде біз алдағы уақытта үй саламыз. Үйші мал қора салуымыз керек. Сол үшін осындай заттар өте көп қажет болады. Сундуктан алтын шықпайды енді, бірақ білеміз не шығатынын. Өмірге керек емес, керек заттар шығады. Міне бұл өте керемет зат. Біз бұған қуанамыз. Өйткені біз бұл арқылы, білесіздер, бұл арқылы біз бұл егінді жаққа қосамыз, анан тамақ жаққа қосамыз. Шиені тамақ жаққа міне. Ананы қазір мына жақта егінге айналдыратындар заттар бар екен. Қағайеттен ол міне осыған айналдырып алайық. Төртеу егіндерді мынаға қосамыз. Мынау егінге былай қарап тұрсаң көп қажет болады. Ал бізде мынау ағаш, бұл ресурс көзі. Бұны қағып мыналарды артына да былай қосып шығу керек. Бізде тағамдар өте қатты қажет болады, сондықтан ойбай достар, мына жақта не істейді екенбіз ғой. Біз таң қалып тұрмын ғой, қатып жатыр ма деп қоясыңыз. Ол қызылша, тамақ көзі, осындай тамақтар көп шыға берсе екен. Өйткені біз қазір бұл тағамдар қажет болады. Бұл ресурс көзі екен ғой. Бұларды мына жаққа қосамыз. Қажетті заттарды. Мынау қажетті зат. Бұл да енді қатты қажет емес. Шамалысын бір бетке қосу керек. Картасына қосып шығу керек. Бұларды ертең қойып қойсам, сосын өйстіп тұра беремін. Осылай тұра берсін, енді көп тұрады. Бізде сундуктар өте көп шығып кетті. Біздің бұл ойбеміздің көтерілгенін білдіреді. Тағамдарымыз да көбеюде. Өте керемет. Мына жақта ресурс көзінен жоқ ешқандай зат. Егін жалғырақтығынан нар кетеді. Бұл жерде түн батып кетіпті достар. Достар, бізде түн батып кетті. Жаңа көрдіңіздер, соны үлкейтіп жібердік. Үлкейткенді жарық қылып жібердік. Үлкейте берейік. Бұл бізге керек. Сондықтан біз осымен үшінші рет па, екінші рет өздеріміз өткен ойынның басын тағы да келген болатынбыз. Енді осындай болып тұру керек шығар менің ойымша. Біз әлі бірінші көргенде екенбіз. Мына азаптардың үшін қажет екенбіз. Майнкрафт ойнамағаныма мен ай болды. Жыл болды ғой енді. Жыл емес, ай болды. Бір ай болып қалды. Оның өзінде Тортиский ойнайтын. Тортиский ер. Былай жерге қоса саласың, сонымен түгел болады. Ей, топасай. Міне осылай. Жеріміз үлкеюде. Осылайша бізде жақсы ресурстар тауып алдық. Мен оған қуанам. Өткен жақсы ресурс. Қатуда ма әлде не болып жатыр? Тауық шықты. Енді бұлар өліп қалмау үшін біз жерді үлкейтуіміз керек. Бірақ бізге кедергі келтірмесе тіпті жақсы болар еді. Осылай үлкейтеміз. Екі сиыр шықты.
ал керек болса. Егінге қатысты заттарды былай қойып аламыз. Және мыналарды егінге айналдырып алып, қазір қайтадан келетін боламыз. Бұл егін емес, бұл ресурсқа керек болады екен. Сондықтан бұларды бізге ресурсқа барамыз бәсе. Мына керек емес заттар меха қосылу керек. Жаңбыр жауып кетті бізде. Жаңбырға қойдыруымыз қажет. Секілді емес, көмектеді ғой. Жарқыл жібересің, зомбиді өлтіріп дейсің. Бізде уже жақсы пайдадамыз деп ойлаймын. Ағаштардың көп шыққаны да керек ресурстарға. Шошқа шықты. Осылай ағаштарды жинай керек. Көп ағаш шықса, неғұрлым көп ағаш, неғұрлым өмірде ұтуға кайф. Мынау ресурсқа кетеді. Ойбай, неге? Ой, мынау тапталып кетті ғой, оларды бекер шығардық. Шығарғанда шығарылды. Так. Осылай жасап шығамыз. Не болып кетті маған? Ар жағындағы сиыр кетіп қала ма бә? Шошқаның жолы болғыш қой. Не деген? Татау қисықтық тек қоясың ғой конкретно. Бедесің бітті. Сәле, ойбай. Достар, осымен видео тәмам. Біз осында қыз кіммен жүрген екенбіз ғой. Мен татаумен бермей жүргенмін ғой. Келесі видеода міндетті түрде бір күшті санап қайтам. Ол міндетті түрде айтам. Сондықтан келесі видеоны жібермеу үшін каналға жазылып кетіңіз.